Қожахмет Айнұр Бектасқызы ақын, облыстық қалалық мүшәйралардың жүлдегері, қоғамның рухани өміріне белсенді араласып жүрген шығармашыл жан. 1983 жылы 15 ақпанда оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында қарапайым еңбекқор отбасында дүниеге келген. Әкесі құрылыс саласында еңбек етсе, анасы аудандық кітапхана меңгерушісі қызметін атқарған. 4 баланың ортаншысы. Орта білімін Жамбыл Жабаев атындағы орта мектепте алып, 2000-2005 жылдары Алматы қаласындағы Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін инженер жүйе техник мамандығы бойынша бітірген. Кейін аталған университет қабырғасында жоғары санатты инженер ретінде еңбек етті. 2015 жылы Жезқазған қаласына қоныс аударып, 2016-2023 жылдар аралығында Жезқазған мыс қорыту зауытында қызмет атқарды. Осы кезеңде рухани ізденіске ден қойып, Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапхананың тұрақты оқырманына айналды. Дәл осы кітапхана қабырғасында оның шығармашылық қабілеті кеңінен ашылып, поэзия мен көркем прозадағы алғашқы қадамдары басталды. Махаббатсыз дүние бос. Кейде сер көңіл құрғырын, махаббат іздеп талпынар, ішем деп бейнет сусынын, асау жүрек алқынар. Қазіргі уақытта Айнұр Бектасқызы шығармашылық бағытта жұмыс істейтін жеке кәсіпкер. Өлеңдері жергілікті басылымдарда жарық көріп, Кеңгір Керімсала, Өмір өткелдері, Жаңа өлеңмен жүздесу сынды ұжымдық жинақтарға енген. 2019 жылы Жезқазған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің атынан Жаңа өлеңмен жүздесу жобасының жаңа есім номинациясымен марапатталды. Ақын Айнұр шығармашылықпен бірге қолөнермен де айналысып, ою ойып, қию қиды. Қазақы нақышта паннода жасайды. Сондай-ақ табиғатқа, оның ішінде тарихы тереңде жататын өлкелерге саяхат жасап демалғанды да ұнатады. Альпинист болғысы да келеді. Айнұр Бектасқызы кітапханада өтетін іс-шаралардың бел ортасынан көрініп жүреді. 2024 жылы Олар әдеби клубының 1 жылдық мерейтойында қаламыздағы Серке Қожамқұлов атындағы музыкалық драма театрда Мерей кітабының тұсауы кесілген болатын. Міне, автордың алғашқы прозалық туындысы Мерей атты повесі жеке кітап болып жарық көріп, оқырман қауымының жоғарғы бағасына ие болды. Мерей кітабы шыққан бетте-ақ көпшіліктің назарына түсіп, қолдаған жандарда аз болған жоқ. Айнұр Қожахметтің Мерей хикаяты бұрын-соңды проза жазбаған автордың әдебиетке жасаған батылдығы. Сонымен бірге автордың бұл қадамы өзінің жан дүниесін мейлінше рахатқа шомдыратын жазу ләззатына не шай бойы батуы. Бұл шығармада көп тілге алынатын Зеңгі баба тұқымының қасиеті, жүрісі егжей-тегжейлі байыппен баяндалады. Бұған қарап авторды Зеңгі бабаның қызыма дерсің. Бұл шығармада маған қатты әсер еткені Мерейдің Іле ауданына құдаша болып барғанда алып қашу оқиғасына ұшырайтыны, сол жерде қарақшылық жасаған адамдардың әрекетін аттап өтіп, ең соңында өзімен құл жарасатын сапарға тұрмысқа шығуы. Алып қашу тұзағына түскен кезде мен оңбағандар үшін қаһарландым, қыз үмітімнен шыққан кезде толқыдым, қуандым. Ең соңында қыз мен ойлағандай бақытты болды. Бұл жасанды шығарма емес, Мерейдің бастан өткендері. Осы жақында менің қолыма Айнұр Қожахметтің Мерей атты тырнақалды туындысы қолыма түсіп, осы туындыны өте қызығушылықпен оқып шықтым десем болады. Бұл Айнұрдың жазушы ретінде жазған алғашқы туындысы екенін білемін. Жалпы Айнұр балалық арманын жүзеге асыру мақсатында шығармашылық көштің шымылдығын ашып, жазушылыққа қалам тартып жатыр. Сондықтан Айнұрға үлкен сәттілік тілеймін. Жалпы шығармаға келетін болсақ, бұл Мерей туындысы ауылдың тіршілігін, туған жердің өзіндік ыстық келбетін, ана мен арманы асқақ, өжет, өзіндік ойы бар Мерей атты қыздың арасындағы қарым-қатынастан бастап, осы қыздың бала махаббаты, үлкен өмірге басқан қадамы, яғни студенттік кездегі өмірінің әрбір сәттерін шынайы әрі көркем суреттеген. Сонымен бірге қазақ қоғамындағы адамдардың арасындағы қарым-қатынас, сенім нанымы, салт дәстүрі,
жалпы өте шынайы және көркем суреттелген. Әрқашан қазақтың нағыз елім деген ұлтжанды қызы ретінде саған тек шығармашылық табыс тілеймін. Қарымды ойлар, көкжиегі кең, сүбелі туындылар шыға берсін. Саған тек сәттілік тілеймін. 2025 жылы облыс мәдениетінің өркендеуіне үлес қосқаны үшін Ұлытау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқарма басшысы атынан алғыс хатқа ие болды. Қожахмет Айнұр Бектасқызы Олар әдеби клубының мүшесі. Ол отбасының ұйытқысы, екі ұл тәрбиелеп отырған ардақты ана. Айнұр Бектасқызы Жезқазған мыс қорыту зауытында істеп жүрген кезінде металлургтерге арнап шығарған өлеңіне жергілікті музыкант Нұрлан Мұсабеков тамаша ән жазылған болатын. Әдебиетке кеш келдім деп ұялмайтын, қайта таптым-ау сені деп шаттана жырлайтын Айнұр Бектасқызы міне осындай.